Оразада барлық жаннаттың есіктері ашылады деген, оразада қайтыс болып кеткен адамның барлығы жаннатқа кетіп қалады деген сөз емес. Оразада қайтыс болып кеткен адамның барлығы автоматты түрде жаннатқа кіріп кетеді деген бір түсінік бар бізде. Бірақ ол асылында олай емес. Бірақ жалпы ораза ұстап жүріп қайтыс болу ол өлімнің жақсысы. Ол өлімнің жақсысы. Жалпы кез келген құлшылықтың үстінде қайтыс болу өлімнің жақсысы. Намазда болсын, қажылық уақытында болсын, Құран оқып жатып болсын, Алланы еске алып зікір еткен халде болсын, және де аузың берік ораза күйінде қайтыс болып кетсең, бұл де жақсы өлім. Аллаху субханаху ва тағала өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар. Кім не нәрседе қайтыс болса, қалай қайтыс болса, солай тіріледі дейді. Демек, ораза ұстап жүріп қайтыс болып кетсең, ораза ұстаған күйде, сондай шарапатты күйде, құлшылық етілген күйде Құдайдың құзырында тірілесіз. Ал енді бір адам тұрды, мысалға өмір бақи күнәһар болып жүрді, ешқандай ораза айында ешқандай оразасында ұстамады, садақасын істемеді, сөйтіп жаңағы Құдай сақтасын өзінің шайтан суын ішіп жүріп қайтыс болып кетсе, өмір бақи арақ ішіп оразада қайтыс болып кетті ғой, қандай бақытты адам жаннатқа кетіп қапты ғой деп айтпаймыз. Айтпаймыз біз сөйтіп. Адамдар сөйтіп жорамалдап жатады да. Ондай нәрсені айтпаймыз біз. Бірақ ораза ұстап қайтыс болып кетсе, ол жақсы деп айтамыз.